Сыздауықты жұмыртқа кетіреді дегенді естіп пе едіңіздер? Балдарыңыздың денесіне сыздауық шығатын жағдайда оны сығып тастауға асықпаңыздар. Йод немесе жасыл дәріні жағуға да сақ болыңыздар. Сыздауықты тосыннан келетін қонақ деуге де болады. Ол санға бөксеге қолтықтың астынан шығып мазалайды. Өзі кішкентай ғана болғанымен ауру жанға батады. Сыздауықты сығып йод немесе жасыл дәріні жағудан сақ болыңыз. Бұл емдеу әдісі сыздауықтың өршуіне себеп болады. Ыңғайсыз жерден орын алған жараны дәрігерге көрсетуден ұялсаңыз, үйде мына емді жасап көруіңізге кеңес беремін. 2 дана шикі жұмыртқаның сары уызын ыдысқа салыңыз. Әбден көпіршітіп алған соң, 1 ас қасық бал мен жарты шай қасық тұз араластырыңыз. Соңында аздап ұн қосып тағы да араластырыңыз. Дайын болған құймалжыңды сыздауықтың бетіне қалыңдау етіп жағасыз. Сыртына жылы орап қоясыз. Бұл емді күніне 1-ақ рет 3-4 күн жүргізсеңіз, аурудың беті қайтады. Сыздауықты пияздың қабығымен де қайтаруға болады екен. Пияздың қабығын аршып, ыстық суға салыңыз. Сосын шанышқының көмегімен езесіз. Оған үгілген кір сабынды қосып араластырыңыз. Дайын болған қоймалжыңды стерилденген дәкеге жағып, сыздауықтың үстіне тоңасыз. Үстіне лейкопластыр жабыстырып қоясыз. Компрессті күнде жаңартып тұруыңыз керек. Күркума жайлы естіп пе едіңіздер? Күркума иммунитетті көтеріп, суықты емдейді. Әрі сыздауықты кетіретін керемет дәмдеуіш. Бірақ бауыр мен ұйқы безі ауыратын адамдарға қолдануға болмайды. Ем ретінде қолдану үшін күркуманы пышақтың ұшымен ғана өлшем аласыз. Оны 1 стакан қайнатылған жылы суға араластырып, күніне 2 рет ішесіз. Емді 3 күн үзбей қабылдаңыз. Бойыңызды билеген аурудан айығып, сыздауықтан құтылатын боласыз. Бірдей көлемде тұз, бал, ұнтақталған зімбір мен күркуманы араластырыңыз. Оны сыздауыққа жағып, сыртынан орап қойсаңыз, демде кететін болады. Қарапайым шикі картопты үккіштен өткізіп, сығып, сөлін ажыратыңыз. Оған 1 шай қасық бал қосып, ауырған жеріңізге таңасыз. Компрессті тәулігіне 3-4 рет қайталауыңыз қажет. Іріңдеген сыздауыққа алоэ немесе 100 жылдық өсімдігі ем болады дейді. Қолдану үшін жас шапырақты кесіп алып, сыздауыққа таңасыз. Күніне 5-6 рет қайталасаңыз, жараның іріңі тартылып, сыздауықтың ізі де қалмайтын болады. 1 шай қасық алоэ шырыны мен 1 шай қасық зәйтүн майын араластырып, дәкеге жағасыз. Оны сыздауықтың үстіне таңып, сыртына пергамент қағазын жабыстырыңыз. Шамамен 12 сағаттан соң компрессті ауыстыратын болыңыз. Қара құмықты қайнаған суға араластырып, бетін жауып қойыңыз. Дайын болған ботқаны сыздауыққа жақсаңыз, керемет ем болады. Компрессті әр 4 сағат сайын ауыстыруды ұмытпаңыз. 2 дана лавр жапырағын 1 литр суға салып, 10 минуттай қайнатыңыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп аласыз. Тәулігіне 1-3 стаканнан қабылдайсыз. Егер емді үзбесеңіз, оң нәтижесін 3 күннің ішінде-ақ көрсететін болады. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңескеніңіз дұрыс. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.